Баршаңызға сәлем, оқушылар. 6 сыныптың қазақ тілі пәнінен тарихи тұлғалар бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл видео сабақта БЖБ тапсырмаларының екі нұсқасы қатар көрсетілген. Сондықтан екінші нұсқа қайда екен деп іздеп отырмай, осы сабақтың ішінен екі нұсқаның жауаптарын таба аласыздар. Осы видео басында сіздерге ескертіп қойып жатырмын. Бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасы: мәтінді мұқият тыңдап, мәтіннің атауын талқылап, және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжаңыз. Біз енді мәтін атауын, көтерілетін мәселені таңдауымыз керек. Одан кейін бізде мәтін бойынша ары қарай жұмыстар жүргізілетін болады. Мәтіннің атауын Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінің дара тұлғасы деп атауға болады. Көтерілетін мәселе: мәтіннің алғашқы бөлігінен ұлы тұлға Мұхтар Әуезовтың өмір жолы, оның рухани тәрбиесі және қазақ әдебиетіне қосқан үлесі жайлы баяндалатын болжауға болады. Бұл арқылы қазақ мәдениеті мен әдебиетінің дамуы туралы мағлұмат беріледі деп жауап береміз. Екінші тапсырма: әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңыз. Енді қарапайым жоспар кіріспе негізгі бөлім қорытындыдан тұрады. Кіріспе бөлімге тақырыпты таныстыру деп атауға болады. Екінші негізгі бөлімге тұлғаның өмірбаяны, туған жері, отбасы, тәрбиесі, білім жолы, оның ішінде оқу орындары, ұстаздарының әсері, одан кейін бұл тұлғаның әдебиетке қосқан үлесі қандай, оның шығармашылық ізденісі, шығармалары туралы айтатын боламыз. Қорытындысын тұлғаның қазақ әдебиетіндегі орны деп жазуға болады. Үшінші тапсырма: тыңдалған мәтіннен көнерген сөз, дефемизм, эвфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсініп және ажыратып жазыңыз. Енді көнерген сөздерге уез, болыс, пір деген сөздер жазса, эвфемизм, дисфемизмге, мысалы, дүниеге келген дегеніміз бізде эвфемизм болады. Өйткені эвфемизм дегеніміз оқушылар сыпайы түрде сөйлеу. Дисфемизм, мысалға, дөрекі сөйлеу. Дүниеге келгенде туған дегенмен алмастыруға болады. Тарихи тұлғалар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасына арналған тапсырмалардың жауабы. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, мәтіннің атауын талқылап, және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжаңыз. Мәтіннің атауын тәуелсіздік және ұлы тұлғалар деп қоямыз. Көтерілетін мәселеге: мәтіннің алғашқы бөлігін тыңдай отырып, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық тарих пен ұлы тұлғаларды жаңғырту мәселелерінің қарастырылғанын болжауға болады. Кеңестік дәуірде ұмыт қалған тарихи тұлғалардың есімдерін қайта жаңғырту, ұлттық сана сезімді нығайту, тәуелсіздік дәуіріндегі ұлттық баспасөздің атқарған рөлі, сондай-ақ тарихи мұраны болашақ ұрпаққа жеткізу жолдары мәтіннің басты мәселелер ретінде көрінеді. Мәтін тәуелсіздіктің тарихи маңызы мен қазақ халқының тарихи мұрасын сақтау туралы ой қозғайды. Екінші тапсырма: әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңыз. Бұл жолы публицистикалық мәтін үшін жоспарды құратын боламыз. Публицистика дегеніміз бұл бізде халыққа жарияланатын баспасөз, газет, журналдарында берілетін мақалалар. Осыған байланысты, осы публицистикалық мәтінге байланысты екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Жоспарымыз кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Үшінші тапсырма: тыңдалған мәтіннен көнерген сөз, дисфемизм, эвфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсініп және ажыратып жазыңыз. Міне оқушылар, сіздермен бірге 6 бөлімнің БЖБ тапсырмаларын орындадық. Келесі сабақта ТЖБ тапсырмасын сіздерге жариялайтын боламыз. Сондықтан менің YouTube каналыма тіркеліп, мені жоғалтып алмаңыздар. Менің БЖБ ТЖБ тапсырмаларын міндетті түрде көріңіздер. Себебі сіздерге осы 2-ші тоқсанда өте жақсы бағада, үздік бағада аяқтауға, тамамдауға өзіндік үлесін қосады, көп көмегін тигізеді деген ойдамын. Сондықтан менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, өзге де оқушылармен бөлісіңіздер, және де лайк басып қолдай отырыңыздар.